Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге ең дәмді болып шығатын цезарь салатын дайындаймыз. Жасалуы өте оңай, дәмі де өте керемет болады. Жасап көріңіздер. Ол үшін бізге қажет заттардың барлығын описание бөліміне жазып кететін боламын. Ең алдымен тауықтың етін осылай жұқалап кесіп аламыз. Одан соң табамызды қыздырып, оған сұйық-май құямыз. Айтпақшы, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Одан соң қызып тұрған майымызға қуырып аламыз тауық етін. Етін салғаннан кейін дереу дәмдеуіштерді саламыз. Сонда етіміз дәмді болып шығады. Менде паприка және кориандр, қарабұрыш қалауларыңызша салсаңыз болады, мен салмадым. Және де басқа өздеріңіз ұнатқан дәмдеуіштерді салсаңыздар да болады. Жақсылап араластырып қуырамыз. Одан соң 2 ас қасық соя соусы құямыз. Соя соусының өзінің тұзы бар, сондықтан мен тұз салмадым. Кішкене қуырып аламыз. Одан соң тауықтың етінің өзінің суы шығады. Су құймаймыз. Одан соң қақпағын жауып, отта 15 минут қоямыз. Етіміз қуырыламыз дегенше нанды турап аламыз. Нанды 3 бұрыштап тураймыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша 4 бұрыштап турасаңыздар да болады. Одан соң табамызға салып, 180 градус қызып тұрған пешімізге 8 минут пісіріп аламыз. Одан соң сырымызды қырғыштан өткіземіз. Жартысын өткіземіз, жартысын салатқа турауға алып қаламыз. Енді соусын дайындаймыз. Оның үшін бізге 3 ас қасық майонез, 1 сарымсақты өткіземіз қырғыштан. Одан соң 1 ас қасық лимон суын құямыз. Жақсылап араластырамыз. Енді қызанақтарымызды осылай бөлшектерге бөліп турап аламыз. Егер сіз помидор черри турайтын болсаңыз, оны 2 бөліп саламыз. Ол да әдемі болып шығады. Мен осындай қызанақ турадым. Піскен бөдененің жұмыртқасын 2 бөліп турап аламыз. Одан соң піскен тауық етін осылай 3 бұрыштап турап аламыз. Қалауыңызша 4 бұрыш қылып турасаңыздар да болады. Одан соң шұңғылдау ыдысымызға салат жапырақтарын осылай қолымызбен бөліп саламыз. Пышақпен тураса, ол тез солып қалады, сондықтан қолымызбен осылай бөлшектегеніміз жақсы. 1-2 жапырақты безендіру үшін алып қаламыз. Одан соң тауық етін саламыз. Барлығын салмаймыз, кішкене алып қаламыз безендіру үшін. Одан соң қызанағымызды саламыз. Одан да алып қаламыз безендіру үшін. Бөдененің жұмыртқаларын саламыз. Одан да кішкене алып қаламыз. Одан соң соусымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң пешімізде пісірген сухариктерімізді саламыз. Одан да кішкене алып қаламыз. Жақсылап араластырамыз. Сухариктерді дастарханға қоятын кезде саламыз. Әйтпесе босап кетеді. Одан соң жайпақ ыдысымызға осылай салатымызды саламыз. Одан соң безендіру үшін алып қалған осындай қызанақтарымызды саламыз. Тауық етін қойып шығамыз әдемілеп. Сухариктерімізді қойып шығамыз.
бөдененің жұмыртқасын осылай қойып шығамыз. Бетіне қырғыштан өтірілген сырды саламыз. Осымен цезарь салатымыз дайын болды. Өте дәмді болады. Баршаңызға ас болсын.